жоқшылық, кедейшілік бүкіл семьяда. Андай ақшада ұрыс керіс төбелес. Әкелер ішіп кетті сол моментте. Сол кезден жаңағы аналар жаңағында шырылдап, пол жуып, ана жуып әйтеуір күн көріс болып кетті. Жаңағыдай бала, біздің екеуміздің де баламыз бар. Күнде магазинге барып, ол сән болып кетті ғой кәдімгідей. Бұрын ондай жоқ еді, позволить алмайтын еді ғой. Жаңағы кішкентай екеуміз мысалы барамыз, магазин жаңағы сок алғымыз келеді, жаңағыдай киндер алғымыз келеді, жоқ, ақша жоқ. Ақша жоқ. Уже ол балада жаңағыдай мен ондай затқа лайықты емеспін деген бір установка кетеді. Ертесіне жаңағыдай папа ішіп келеді да, жаңағы папа баламен жаңағыдай көз алдында ұрыс төбелес болады. Сен иттің баласы, сен еркек ез, бүкіл ақшаның бәрін жарып тастадың, осы балдардың несібесін сен жарып тастадың деп тағы да ұрыс болады. Ана бала қалай ойлайды? Как будто балада логический мышление жоқ қой. Ол айтады, мен үшін ұрысып жатыр. Осы ақша үшін ұрысып жатыр. Ақшаны жек көре бастайды. Дұрыс па? Ақшаны мен жек көремін деп уже установка миында болады. Үшіншісі, мектепке барады. Жоқшылық. Апайлар жинайды там 2-3 теңге тиындар. Үйіне барады, ақшасы жоқ, мамасы бермейді, папасы бермейді, папасы өзі лағып жүр, нанға кетіп қалған жаңа айтқандай. Сонымен жоқ болып кеткен. Апайлары жаңағыдай мектептің алдында, вот сен берген жоқсың, сен намысына тиеді ана баланың. Ана іштей мен кедеймін деп өзін санап қалады. Білесіз, ана намысына тиеді ғой. Ақшасы жоқ, бәрілерін класспен жинап беріңдерші. Болды ғой онда біздің класста. Болды, иә. Ана апай түсінбей жатыр да, баланың намысына тиіп жатқанын. Сөйтіп айтады, и все.